Баршаңызға сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызда ерейтін творожный пирогтың рецептімен бөліскелі отырмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше рецептпен бөлісе кетейін. Құрғақ ыдысымызға, ұнымызға 1 қасық чайный сода немесе разрыхлитель қоссаңыздар болады. Араластырып аласыздар ұнымызды. Содан соң елегізектен өткіземіз осылай. Морозильниктен алған сливочный масломызды осылай пышақпен майдаласаңыздар болады, не болмаса чөркмен майдалаңыздар. Майды таңдағанда қыздар, міндетті түрде проценті жоғары майды таңдаңыздар. Пампошка деген сияқты майлар ол болмайды. Майымызды осылай пышақпен майдалап аламыз түгелмен. Жақсылап араластырыңыздар. Майымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Мінекей ұнымыз жақсылап араласты, сарғыш түске боялып, енді бұған шекерімізді қосып, тағы да араластырып аласыздар жақсылап. Арасында ермей қалған майлар болса, тағы да бір араластырып алыңыздар. Енді жұмыртқамызды қосып, қамырын илеп аламыз. Песочный тесто алғашқы кезде бірікпейтін тәрізді болып көрінеді, бірақ кейін келе қамырға айналады. Менде осындай тесто дайын болды. Бұны морозильникке жарты сағатқа қойып қойыңыздар. Холодильникке емес, морозильникке қыздар. Енді творогымызды дайындаймыз. Оған шекерімізді қосып, 20% қаймағымызды қосып, блендермен бір қалыпқа енгіздіріп аламыз. Ешқандай ірітігі қалмағанша жақсылап араластырасыздар осындай блендермен. Бір қалыпқа түседі. Байқасаңыздар, творогымыз сұйық болып, оған жұмыртқамыз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің творогымыз дайын. Енді қамырымызды морозильниктен алып, осылай жайып аласыздар. Содан менде осындай қалып, видеодағыдай қамырымызды
түгелімен жан жағына тегістеп шығасыздар. Жетпеген жеріне қамырымызды солай қосып жалғап жүрсеңіздер болады. Қамырымыз әртүрлі болып көтеріп кетпес үшін осылай вилкамен тесіп шығыңыздар айналдыра. Барлық жерін сонда бірдей болып піседі. Енді дайын болған творожный массамызды құямыз. Байқасаңыздар, сұйықтау біздің творогымыз. Үйірмен толықтай құйып шығамыз. Творогымызды бір келкі қылып жан-жағына толықтай жайып шығыңыздар тегістеп осылай. Енді 180 градуста 35 минутта пісіп шығады. Біз сәндеу үшін бұған әртүрлі жыласты, клубника салсаңыздар болады. Менде джем бар осындай клубничный. Мен соны пайдаландым. Үйде не бар, соны қолдансаңыздар да бола береді. Сәндік үшін мен осындай джемді клубничный пайдаландым. Градуста 35 минутқа пісіріп аласыздар. Беті қызара бастағанда піскен білесіздер. Міне біз творожный пирогым дайын. Осындай қалыпты алып пісірсеңіздер өте ыңғайлы, асты оңай алынады. Байқасаңыздар, міне астында темірі тұр. Тез алынуға өте ыңғайлы. Осындай оларыңызға кеңес беремін. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер. Астарыңыз дәмді болсын.